Достар, арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Ара шаққан жерді уылдап, біразға дейін мазаңызды алатыны анық. Дегенмен, араның шаққаны өте пайдалы деп кім ойлаған? Шымкентте араға шақтырып емдейтін емші тұрады. Жылан сорпасымен емдейтін емші, одан бөлек хиджама және арамен шақтырып та емдейді. Ол үшін араларды арнайы орындарда бағады. Амалбек Серқұлов апитерапияның, яғни араға шақтырып емдеудің пайдасы өте зор дейді. Апитерапия әсіресе ревматикалық полиартрит, артрит, ревматизм, жүйке аурулары, остеохондроз, остеопороз, псориаз, ішкі құрылыс, буын аурулары, колит, асқазан жарасы, холецистит секілді ауруларға бірден бір ем. Бұдан өзге гинекологиялық және тыныс жолдары сынды сырқат түрлерін емдеуге де болады. Осы ем түрі үшін алыстан ат артып келетіндер көп. Алғаннан бері мыналар кішкене иммунитеті жақсы, мысалы көршілерімнің бәрі гриппен, қазіргі жағдайда грипп көп жүріп жатыр ғой. Соларға мен маскасыз кіре беремін. Өздері маска киіп жүреді, бірақ мен маскасыз кіре беремін. Соны айтады, сіз неге ауырмайсыз дейді. Мен айтамын, адам иммунитеті жоғары болса, ешқандай ауру жоламайды екен. Мына ара деген, мен 93-ін алдым былтырдан бері. Арасында салқын тиеді, бір жаққа кетіп қаламын, жол жүріп кетемін, келемін аламын, күн жылынғанда келіп аламын деп сөйтіп алып жүрмін. Анау адамға өзіңнің энергияңнан бөлек күш қуат береді екен. Балара, осы балараны неден алдық, бағана ұстадық. Міне енді міне әкеп, қолына міне шақтырып көрсетемін. Міне бірінші шақтыда бұл уы, міне жақындаға әкеле бердім. Шақты, міне оның иінесі. Ара бір рет шағады. Кейін шаққан араны алып мына жерге қоямыз да, кейін ашып атқан уыны қозғалып мұны қымылдап жатыр. Оны қымылдап жатыр. Мұны алып тастаймыз мұны. Алып тастамаса да болады. Алып да бола береді. Тұра берсе өзі түсіп қалады бұл. Осы денеге қанға араның уы түскеннен кейін адамның денесіндегі барлық суықты, иммунитет көтереді, қан айланып дұрысталады. Бұл да бағанағы жыланның уымен емдегенде араның уымен емдеу, апитоксинотерапия деп айтылады. Екеуіні бірдей қолдап жатырмыз. Енді келе алмағандар ара шақтырмаса да болады, сорпаны ішсе де болады. Етін жемейді, оның еті жиіркенеді. Мұны араны шақтырып көрсеттік. Апитерапияның ең басты пайдасы иммунитетті күшейтетіні, яғни иммунитет мықты болса, ағза аурумен өзі күреседі. Бүгінде қыстың суығында екінің бірі күркілдеп жөтеліп жүрсе, араға шақтыру ең алдымен тұмауға қарсы иммунитетті көтереді. Араға шақтырып емдеудің ерекшелігі бал арасының уында көптеген ферменттер мен амин қышқылдар бар. Ауырсынуды басатын қасиетін айтсақ, бір ғана морфиннің өзінен 100 есе артық болатын көрінеді. Жалпы адам ағзасына тигізер пайдасы мол бал арасына шағылып емдеудің тиімділігі өте жоғары.